Баршаңызға сәлем. Назарларыңызда пайдалы кеңес айтары. Аса маңызды құжатыңызды байқамай жыртып алдыңыз ба? Бұл уақытта дүкен жабық, ал үйіңізде желім жоқ. Не істейсіз? Ондай болса, мен сізге қолдан желім жасауды үйретейін. Ол үшін кәдімгі бір кішкентай ас қасық ұнды аламыз. Мына кішкентай ыдысқа себеміз. Дәл осылай осы ұнға бір ас қасық суық су құямыз. Енді осы қосындыны араластырамыз. Егер бір ас қасық жеткіліксіз болса, тағы да бір ас қасық су қосуға болады. Немесе одан да азырақ. Енді осы сұйықтықтан ақырындап алып, жыртылған құжатыңызды желімдеуге кірісесіз. Жапсырып болдық. Ендеше осы қағазды кітаппен 10 минутқа бастырып қоямыз. Қадірменді көрермен, біз күткен 10 минутта міне өте шықты. Енді нәтижесін көрейік. Ендеше қараңыз, құжатымыз түк болмағандай орнына келді. Егер де дәл өзіңізде осындай жағдай болып жатса, мен айтқан әдісті қолданып көріңіз. Кездескенше сау болыңыздар.